басы болсын мынандай бір әпекеміз бар екен. Сонымен өзінің кіші 7-8 жас бір жас жігітпен танысып қалады екен. Сонымен енді бір-бірін қосып алғаннан кейін әңгімелесіп жүреді. Енді артына келе бұл бала, жас бала, енді өзінің кіші ғой, енді сол пұл сұрайды екен, пұлды да береді екен. Ал енді өшіріп тастайын десе, пұлды қимайды ғой енді. Өшірмейін десе, бұл жігіт телефон соғып мазасын алады екен. Яғни мүмкін әсілі күйдім мен сені алам деп бір жағынан бүгісін алдап-сұлдап оның қалтасындағы пұлын алдап сөйтіп жүрмек екен деп мен өзім түсінемін, бірақ та мен шаң алып тастап мына кісі әңгімесін айтып алып, сол кезде бүгісінің сұрағы, мен қайсым болады бұл баланы, енді мен шаң алып тастайын ба, жоқ шалмайын ба, шаң алып тастайын ба, сен пұлым бар, қимаймын. Ал шалмайын ба десем, ол сөйлесе мен басым ауырады. Ол ішіп мас болып албат сөйлейді, әдетте дүпсу сөйлейді дейді. Сонда қайтуым керек деген сұрақ келді. Менше айланып келгенде бұл әпекеміз бұл жас балаға көңілі ауып қалған деген сөз. Бұны өзі қабылдай алмай тұр. Яғни мен бұл жігіт сөзсіз бір қасиеті бар. Не тіл жақпен сүйеніп бүгісінің жүрегін тәптен тауып алған. Сонымен алданып жүр бұл жас балаға. Әйтпесе ол шын жақсы көретін болса, үйтіп қинамайды. Оның өзін жақсы көретін адамнан пұл сұрамайды. Әрқандай еркек адам өзін жақсы көретін әйел адамнан пұл сұрамайды. Ол ойлашы, бір жақсы көрген қыз балаларының алдынан, әйел адамның алдынан пұл сұрап тұру деген өте намысшыл ғой. Сондықтан менше бұл кісі алдап жүр, бірақ та мейлі. Мысалы, бұл әпекемізде пұл болатын болса, дүниесі бар болатын болса, ол біраз пұлғашылап, өзінің кіші балалармен араласуға да болады ғой. Бірақ та ол кісі бұл жерден аттай алмай тұр. Ол дүниені бергеннің ойын, мысалы, араласып, ол сүттің бетінде қаймақ құсап, бет жағынан кейін араласып жүрсе болды. Мен той жасап, кейін балалы болам, бүйтем деп өйтіп ойлаудың қажеті жоқ. Әрине бір махаббаттасып жүруге болады деген сияқты. Бірақ та ол махаббаттасу, бір жақсы көру, ойласаңыз өзіңізден 5-6 жас кіші, 7 жас, 10 жас кіші жас жігітпен сіз махаббаттасып жүрсіз. Оған да біраз бодау төлеу керек қой. Сізде бар болса, дүниеңіз бар болса, аздан шашып қойып, махаббаттасып қойып жүруге де болады ғой. Өзіңіз сөйтіп қыстаудың қажеті жоқ. Азынан уақытта араласып махаббаттасып жүруге болады, бірақ та оған беріліп кетуге болмайды. Ойбай, мен сен алам дегенде соған сенбеу керек, ол өтірік айтып тұр деген сияқты.